Сәлеметсіздер ме? Сіздер ғажап әлем анасын көріп отырсыздар. Тек қана адамдар емес, сонымен қатар жануарлар да алдайды екен. Олар алдаған кезде әртүрлі адам таңғаларлықтай айла тәсілдерді қолданады. Оған қазір өздеріңіз көз жеткізесіздер. Сонымен біз бастадық. Алдарыңыздағы жылан әлемдегі ең қу жануарлардың бірі болып табылады. Өміріне қауіпті жыртқыш аң жолығып қалған кезде ол өтіріктен өліп қалады. Және ол оны керемет жасайды. Ары-бері бұралып жаны шығып жатқан сияқты көрсетеді. Жанындағылар өлгеніне сену үшін аузын ашып тілін шығарып тастайды. Егер жыртқыш аң оған сенбей жатса, жылан сасып кеткен еттің иісін шығарады. Ал енді толықтай сену үшін аузынан қан шығарады. Мына бір әдемі құмырсқаға қараңыздар. Ешқандай өзгешелікті байқап тұрған жоқсыздар ма? Шын мәнінде бұл ешқандай да құмырсқа емес. Бұл жай ғана құмырсқа рөлінде ойнап жүрген ара. Ол құмырсқа рөлін мына бір жәндік үшін ойнап жүр. Ол құрт кезіндегі қоңыздың баласы. Жасырынып жатып, құмырсқаларды аулап жейді. Ол өз үйінің кіреберісін басымен жауып, жақындаған құмырсқаның өмірін кеседі. Бірақ құмырсқа рөліндегі ара оңай олжа емес. Құрт қазір бір ақымақ құмырсқаны жеймін деп ойлады. Бірақ олай болмай шықты. Осыншама уақыт ара оны аңдып, оған тұзақ құрып жүрген. Тұмсығының асты жұмсақ денесінен тістеп, құртты төмен қарай тартады. Оның денесін жыртып, іш жағына өз жұмыртқаларын туады. Біраз уақыттан кейін жұмыртқаны араның баласы болған құрт ашып шығып, қоңыздың баласы құртты жей бастайды. Оларға ешкім кедергі болмас үшін анасы қақпаны жауып қояды. Мына гавайлық құрт та қу жәндіктердің бірі. Жапырақтарды жейтін қарапайым құрттардан бұл құрттың айырмашылығы жәндіктерді жеуінде. Ол әртүрлі өсімдіктерде бұтақтың кейпіне еніп, өз құрбандарын аулау үшін күтеді. Жылына бір рет жарықтандырғыш құрттар керемет шоу ұйымдастырады. Олар қанатты құмырсқаларды өзіне баулау үшін жап-жарық жасыл болып жанады. Жәндіктер өзіне тартып тұрған жарыққа қарай жақындаған кезде олардың өмірі трагедияға айналады. Өз құрбандарын жеген сайын құрттардың жарығы күшейе түседі. Дәл мұндай қырылыс жылына бір рет болып, 2 аптаға созылады. Ары қарай көретіндеріңіз мына бір қанішер жәндік. Ол жәндіктер әлеміндегі нағыз киллердің өзі. Өз құрбандарын өлтіріп, қандарын ішіп, қаңырап қалған денелерін үстіне асып алады. Оның үстіндегі мәйіттердің иісі бұл киллер жәндіктің иісін жасырып тұрады. Соның нәтижесінде ол құмырсқалардың үйіне жақындап, бейшара құмырсқаларды жей бастайды. Олар киллер жәндікті өз бауыры деп ойлап, оған мүлдем тиіспейді. Тағы қу өтірікшілердің бірі көбелектің баласы мына құрт болып есептеледі. Бұл тіршілік иесі өзінен құмырсқалар баласының иесін шығарады. Қандайда бір құмырсқа оны тауып алған кезде ұяларында жатқан өздерінің бала құрттардың жанына апарып қояды. Бұл құмырсқа құрттарына ұқсамаса да, оларды бірнеше апта алдап жүреді. Қарны ашқан құрттың рөлін сомдағаны үшін оны жақсылап тамақтандырады. Біраз уақыттан соң өз қабықшасын тастап ол көбелекке айналады. Ақыр соңында құмырсқаларды артқа тастап, олардың ұясынан ұшып шығады. Келесі кезекте жыртқыш тасбақа. Олжасының артынан қууға ол тым үлкен және баяу. Сол үшін де ол мынадай айла жасайды. Тасбақа өз аузын қатты ашып, өз тамағын күтеді. Тілі құртқа өте ұқсас, сол себепті балықтарды азғырып тұрады. Ашылып тұрған ауызды көріп, балықтар мұны үңгірде жатқан құрт деп ойлайды. Балық жақындап келген кезде тасбақа өзінің мықты аузымен қағып түсіреді. Бәлкім, жануарлар әлеміндегі алаяқтардың ең қуы еліктеуіш 8 аяқ болып табылады. Бұл нағыз табиғи құбылмалы су жануары. Ол өз түсі мен сыртқы бейнесін өзгертіп қана қоймай, сонымен қатар басқа жануарларға ұқсау үшін денесін түрлі кейіпке ендіре алады. Оған қауіпті балықтар жақындаған кезде аяқтарын бұлғап улы жыланның кейпін сала бастайды. Ал камбала жақындаған кезде неге камбаланың өзіне айналмасқа? Ол басқа су жануарларының кейпіне еніп қана қоймай, сол жануарлардың рөлінде ойнайды. Тек Оскары жоқ нағыз әртістің өзі. Бүгінгі таңда бұл 8 аяқ 15 жануардың рөлін сомдай алатыны белгілі болды. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, арнаға жазылып, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта қандай тақырыпта видео қалайтындарыңызды комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Ақпараттарды жеткізген ғажап әлем арнасы келесі жүздескенше сау болыңыздар.